Миғраж түні. Аспанның 7-ші қабаты. Аспанның ең соңғы қабатына да келдік. Мұнда да таусылмас керемет мұғжизалар бар екен. Онда бара жатып, кенет мұрнымызға хош иіс келді. Оның адамға жаққаны соншалық жұта бергім келеді. Жәбірейілден бұл не деп сұрадым. Ол 8 жаннаттың иісі деп жауап берді. Алла тағала кімде-кім маған және пайғамбарыма иман келтіріп, ешкімді серік қоспаса, ізгі ғамал жасаса, сол пендеге жаннатыма кіру нәсіп болады деп хабар берді. 7-ші аспанда Ибрахимді көріп, қасына барып, оған сәлем бердім. Сәлеміме әлейк алып, қадірлі перзентім қош келдің деп қуанышпен қарсы алды. Алла тағала Ибрахимге туралық пен даналықты сыйлады. Балалық шағы қолдан жасалған мүсіндерге табынып, тура жолдан адасып, надандық батпағына батып, залалат алаңында тентіреп жүрген бұзық әрі надан қауымның арасында өтті. Соған қарамай, ол Алланы жалғыз әрі бүкіл әлемнің жаратушысы деп таныды, және пұттардың ешқандай да пайда бере алмайтынына көзін жеткізе алды. Сондай-ақ басына түсетін азап пен қиыншылықтарды біле отырып, халыққа пайда да, зиян да келтіре алмайтын пұттарға табынуды доғару қажеттігін баса айтты. Оларды Аллаға ғана сыйынып, құлшылық жасау керектігін насихаттады. Осыдан кейін біз ары өтіп, Сидратул Мұнтахаға да жеттік. Ол Алланың құдіретіне белгі болардай жемісті үлкен ағаш екен. Сидратул Мұнтаха сөзі шекараның соңғы бекет деген ұғымдарды береді. Ибн Аббас пайғамбарлар, періштелер және ғалымдардың білім-ғылым өрісі де осында келіп бітеді деген. Кейбіреулер Алланың ең ардақты пенделері, шахидтердің рухтары осында келіп тоқтайды, одан ары өте алмайды дейді. Жебірейіл періштенің мақамы да осында екен. Осы күнге дейін бұл жерден ары қарай пайғамбарлар және періштелерден ешкім өтпеген. Жебірейіл періште Мұхаммедке: екеуміздің де шекарамыз бар. Менің шекарам осы арада бітеді. Бұдан ассам біткенім. Ал сен Алланың мейманысың. Алла тағала сені өзіне шақырған. Сен адамзатқа жіберілген рахмет алып келуші пайғамбарсың. Мұнан ары өзің барғайсың деп қоштасты. Пайғамбарымыздың ол арадан әрі қарай қаншалықты дәрежеде көтерілгені, қалай көтерілгені сыр боп қалған. Пайғамбарымыз сапарының жалғасы жайында: ғарышқа өттім. Алла тағала маған: ей Мұхаммед, менімен сөйлес деді. Мен: ей Тәңірім Алла, тілім, жан-тәнім және мал-дәулетіммен жасалатын ғибадаттарымның баршасы сен үшін дедім. Сонда Алла тағала: ей Алланың елшісі, саған сәлем мен Алланың рахметі және берекеті болсын деді. Мен: сәлем бізге және Алланың ізгі пенделеріне болсын дедім. Мұндағы бетпе-бет сөйлесуден кейін ұлы ғарышта, аспанның жоғарғы қабатында періштелер бір ауыздан танымал сөзді оқыды. Алланың барлығы мен бірлігіне, Хазіреті Мұхаммед Алланың пендесі және елшісі екендігіне куәлік береміз деді. Біз әр намазда арабша оқып жүрген ат-тахият дұғасы осы. Ол Алла тағала мен пайғамбарымыз Мұхаммедтің Миғражда сөйлесуінен келіп шыққан дұға. Пайғамбарымыз Миғраж түнінде үмметім деп көзіне жас алып, өзіне ілескен барлық мұсылмандар үшін көп дұға тілектер жасады. Оларды ғафу етуді сұрады. Пайғамбарымыз: ей Тәңірім, мені Миғраж мұғжизасымен нығметтендірдің. Үмметіме де осындай бір нығмет сұраймын деді. Хақ тағала: намаз мүміндердің миғражы деп Мұхаммедті осы хабармен қуантты. Миғраж түнінде пайғамбарымыз Мұхаммедке 3 сый жасалды. Біріншісі,
Бақара сүресінің соңғы 2 аяты уахи етілді. Екіншісі, қиямет күні пайғамбарымызға үмметін шапағат ету құқығы берілді. Үшіншісі, 5 уақыт намаз парыз етілді. Мұхаммедке Алла тағаланың құдіретіне белгі болатындай көп мұғжизаларды көру нәсіп етті. Ең ұлысы Алла тағаланың кемел дидарын көру болды. Бұл ешбір пайғамбарға нәсіп етпеген ең ұлы керемет еді. Сол үшін пайғамбарымызға берілген есепсіз мұғжизалардың ең үлкендерінің бірі Миғраж мұғжизасы. Өйткені ол ең төменгі әлемдегі тозақты, ең жоғарғы әлемдегі пешті өз көзімен көріп тамашалады. Иә, шегі шексіз әлемді аралап шығу, көптеген оқиғалардың басынан өткізу түнінің бір бөлігінде ғана болып өтті. Оқиға соңына жетіп, пайғамбарымыз үйіне қайтып келеді де, қуанышы қойнына сыймай, Миғражда көрген білгендерін адамдарға ертерек жеткізуге асығады. Оқиғаны бастан аяғына дейін тыңдап, мүшриктердің иман келтірмеуіне көз жеткізген Әбу Тәліптің қызы Үмму Хани Мұхаммедтің етегіне жабысып, оған «Құрайыштар саған жала жаппаса екен деп қорқамын» деп жылайды. Пайғамбарымыз «Мейлі, айтқан сөздерімді жалған деп мені өтірікшіге шығара қойсын. Оларды хабарландыру менің міндетім» деп үйінен шығып кетеді. Пайғамбарымыз одан шығып тура Қағба алдына барады да Құрайыш қауымы өткізіп жатқан жиналысқа қатысады. Сол араға Әбу Жахил да келіп Мұхаммедтің қасына отырады. Көңіліне Алла иман нұры мен тауфиқ салса түк емес деген жақсы ниетпен оған Миғраж оқиғасын айта бастайды. Жүрегі тастай қатып, иманнан махрұм қалған Әбу Жахил әңгімені мұқият тыңдайды да орнынан атып тұрып, адамдарды шақырып, оларға «Құрметті халайық, жақын отырып, мынау пайғамбардың әңгімесін құлақ тұрып көріңдерші» деп кекете бастайды. Расулалланың айтқан әңгімесін ақылдарына сыйғыза алмаған кәпірлер міне енді жалғандығы паш болды деп сандарын шапалақтайды. Иманы әлсіз жандар ислам дінінен қайтып, күпірлік жолына бас ұрады. Құрайыш кәпірлері бұл оқиғаны дәлел ретінде пайдаланып, қалайша түннің бір сәтінде алыс жерге барып келеді, бұл өтірік емес пе деп мүміндерге тиісе бастайды. Басқа біреулер жүгіріп Әбу Бәкірдің қасына келіп: «Ей Әбу Бәкір, досың Мұхаммедтің айтып жатқанын естідің бе? Ол тағы бір жаңа өтірікті шығарыпты. 2 ай дегенде әрең жетіп баратын Бәйтул Мақдиске түннің бір-ақ сәтінде барып келдім» деп лапылдап жүр. «Сен не дейсің, әлде бұған да сенесің бе?» деп оны шатастырмақшы болды. Әбу Бәкір оларға: «Осыны Мұхаммед айтқан болса, ол рас айтқан. Әрине мен оған сенемін. Өйткені 7 қабат аспан үстінен оған бір-ақ сәтте келген уахи хабарларына сеніп, оның мойындап жүрген мен бұл айтқанына неге сенбеймін? Мұхаммедке айтқан болса, ол рас айтқан. Әрине мен оған сенемін. Өйткені 7 қабат аспан үстінен оған бір-ақ сәтте келген уахи хабарларына сеніп, оны мойындап жүрген мен бұл айтқанына неге сенбейін?» деп жауап қайырды. Сол күннен бастап Әбу Бәкір Сыдық, яғни шыншыл деген атала бастады. Сонымен адамдардың арасында түрлі әңгімелер көбейді. Олардың ішінде Құдыста болған адамдар да бар еді. Пайғамбарымыз бұрын Құдыста болып көрмеп еді. Байтул Мақдисті көргендер пайғамбарымыздан оның қандай екендігін сұрап сынамақ болды. Пайғамбарымыз көргенін әдемілеп сипаттап берді. Құдысты көргендер «Иә, сондай» деуден ары өте алмады. Мүшриктердің бір қатары «Біздің керуенімізді қай жерде көрдің?» деп сұрады. Оларға да керуендерінің қай жерде келе жатқаны, онда неше адам барлығы, жағдайлар қалай екені
сол түні қай жерде қонғаны, кім басшы екені және ол қара боз түйеге мініп келе жатқаны, тіпті сол түйеге не артылғаны туралы анық сипаттама береді. Кейін адамдар керуенді күтіп алып қараса, пайғамбарымыз айтқандай болып шығады. Миғраж түнінен кейін Жәбірейіл келіп пайғамбарымызға намаздардың уақыттары, оның оқу тәртібін үйретеді. Сол күнге дейін ол Ибраһим намаз оқығандай күніне 2 рет таң мен кешкі уақыттарында 2 ракаттан 4 ракат намаз оқып жүретін. Мұхаммедтің ұлық мұғжизасы Исра және Миғраж оқиғасын барлық мұсылмандар үлкен нығмет әрі құрмет деп қабылдаулары тиіс.